жаңа өзіңіз де айтып жатсыз, мына өлеңі музыкамен үндес деп. Шын мәнінде оны оққан жүрегіңіз саңлауы бар адам сезеді. Сіздің мына өлеңдеріңіз ішінде қазақтың ән күйі, қоңыр даласы, қоңыр желі, домбырасы туралы көп айтылады. Бұл тақырыптар сізге жақын екен өте сезіліп тұрады. Осы туралы айтыңызшы. Сіздің музыка мен поэзияның үндестігі, егіздігі, сіздің ойыңыздағы, жүрегіңізде. Енді адамның бәріне бірдей беріле бермейтін ерекшелік шығар. Мына музыка менен өлең екеуі бір-біріне өте жақын. Бірақ екеуінде бір екі қасиет бар, мен байқаймын. Өлеңді толғатып туасың. Өлең туылғаннан кейін кеңіп қаласың. Ал музыка одан да ауыр. Музыканы жазасың, жазғаннан кейін сен сол музыкамен ауырасың. Сол қашан жарыққа шығып, бір биікке ұшып, бір орын тапқанша, сол музыка сенің мазаңды алады, құлақ етіңді жейді. Бірақ енді сол музыка менен жаңағы өлеңнің жақындығы менің өн бойымда тұрған ерекшелік шығар. Кейбір кездерде сол музыка менен жазасың. Музыка секілді сөйтті бүйттің деп сол шабытың қатты келген кезде, ол кезде қиналмай көп нәрсе жазып тастауға болады музыкамен бірге. Кейбір кездерде жаңағы өзің жазып алғаннан кейін соған қарап отырып музыка туады. Сонда бұл музыка менен өлең өте бір-біріне жақын. Ал енді соны жақындастырып тұрған енді бір құдірет бар шығар. Маған Алланың берген бір құдіреті бар шығар. Сол бір-біріне маған жақын ұқсап сезіледі. Сол жаңағы өлеңімді көрсем музыка секілді, музыкамды көрсем өлең секілді болып тұрады.